Талдықорғандағы Қайнар АКБ аккумулятор зауыты биылдан бастап экспорт көлемін арттырмақ, өйткені отандық өнімге шетелдік нарықта сұраныс жоғары. Кәсіпорын бұған дейін тек жеңіл және ауыр техникалардың стартерлік аккумуляторын құрастырып келген, ал биыл тепловоздар мен танкілерге арналған қуаттағыш батареяларында жасауды қолға алды. Аккумулятор өндіруші Қайнар АКБ зауыты 1974 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Мұнда автокөліктердің, тіпті тепловоздардың аккумуляторлары шығарылады. Кәсіпорын жылына 2,5 миллион дана өнім құрастырады. Оның 60% экспортқа жөнелтіледі. Көрсеткішті арттыру мақсатында былтыр Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы Қазақстан Даму банкі зауытқа 3 жылдық мерзімде 2 миллиард теңге қаражат ұсынған. Бұл сома аккумулятор батареяларын жасауда қолданылатын шикізатты сатып алуға және экспорт көлемін ұлғайтуға жұмсалмақ. Берген бағдарлама бойынша қаражат ол Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы бойынша ұсынылған. Берген қаражат Қайнар АКБ компаниясына 2020 жылға қарай 3 миллион аккумулятор экспортқа ұйымдауға беріледі. Зауыттан шыққан өнім Ресей, Қытай, Қырғызстан, Тәжікстан және Біріккен Араб Әмірліктеріне экспортталады. 2019 жылдың 8 айында 1,5 миллион аккумулятор жасалып, оның 839 мың шетелге жөнелтілген. Енді экспорт көлемін арттыруға сай, қосымша тағы 300 адамға жұмыс орны ашылмақ. Қазір мұнда 1200 адам жұмыс істейді. Производство у нас полностью. Өндіріс заманауи технологиялық циклдық жүйеде жұмыс жасайды. Аккумуляторларды құрастыруға арналған жабдықтардың көбі автоматтандырылған. Біз осы жерде өнімді шығарамыз және қолданыста болғандарын қабылдап, қайта өңдейміз. Сондай-ақ биылдан бастап халықаралық стандарттарға сай өте төмен және өте жоғары температурада жұмыс істеуге қауқарлы аккумуляторларды құрастыруды қолға алдық. Зауыт бүгінде ТМД елдері арасындағы аккумулятор құрастыратын көшбасшы кәсіпорынға айналған. Олар алдағы уақытта Қытайда жеке филиал ашуға ниетті. Алихан Асқарлы, Астана телеарнасы.